Саясат ағайындар, саламатсыздар ма? Саламатсыз. Мен Шәуілдір ауыл тұрғыны Есенкелді Тиханбайұлы. Ауыл тұрғындарының бір сұрағы бар, соны айтайын. Соңғы жылдары Көксарай реттегіш көлі болғалы бері аудан аймағында шыбын-шіркей тыстан көбейіп, тұрғындарды әбігерге салуда. Сондай-ақ мына қасиетті тарихи орындар, жаңа Ақын мырза баяндамасында айтып кетті, тарихи бай аудан деп. Соған келетін саяхатшылардың шағымын айтпасқа болмас. Бұл жағдай туризмді дамуына кері әсерін тигізуде. Осыған байланысты Нұралхан Оралбайұлы шіркейлерге қарсы залалсыздандыру жоспарланған ба? Жоспарланса, уақыты ертерек жасалуына ықпал жасауыңызды сұранамыз. Бұрынғы ұлы тұлғалар, басшылар жүрген жерінде көлеңкесі түсіп жүретін. Сізде назарыңызға алып отыруыңызды сұранамыз. Жақсы, рахмет. Енді бұл мәселені айтатын болсақ, тек қана мына Отырар ауданы емес, жалпы облыс бойы күрделі мәселе. Бұл бағыт бойынша биыл жылы біз бюджеттен 1,5 миллиард қаржы бөлдік. Осы жұмыстарға атқару үшін мердігер анықталған, жұмысын бастап жатыр. Енді оны жүргізу, енді Құда қаласа дұрыс болады деп ойлаймыз. Енді Астана қаласын реттеді ғой, баяғыда мүмкін емес еді ғой жүру. Мен ойлаймын, бұны да біз жеңеміз. Жақсы.